Мысалға қасқырлар олар қатты жүгіре алады, мысалға балықтар суда жақсы жүзе алады деген сияқты. Адамда енді бойында бір күн көру үшін бір қабілет берілген шығар енді. Енді адам бір белгілі бір сынақтан өтуі міндетті ма, жоқ бірден туыла салып өз-өзін тауып кете беру керек па? Өзің танығаның Құдайды ғана. Біреудің бойында темір көп, біреудің бойында уран көп шығар деген сияқты да мысалға да. Сіз өзіңіз тапқан кезде әлем төңкерейін деп тұрсыз. Мынандай кезден ақ ол белгілі болып тұрады. Одан кейін ол айналасына ренжиді, үкіметке ренжиді. Адам қалай мақсат қою керек? Ассалаумағалейкум, құрметті Тұлға арнасының көрермендері, сіздермен бірге Дастан Жайнақ. Бүгін бізде кезекті оғында екінші түсірілім ғой. Алғашқыда және тағы да келіп отырған кәсіпкер, қаламгер, жазушы Данияр Беркінбай мырза. Қош келдіңіз. Енді мынау Дәке, бүгін тақырып өте қызық болайын деп тұр негізі. Құрметті достар, осы Дәкеңмен сөйлескен кезде, өткенде бір осы тренинг жайлы, қоғамдағы адамдар, соған баратын адамдар, бір өздерін таппай жүрген адамдар жайлы бір талқылан болатынбыз. Ол алғашқы кітабында, Мен кіммін деген кітапта жазылған болатын. Бір тақырып өте қызық болды. Оның ішінде өзімнің де сұрақтарыма біраз жауап алдым. Дәке, бүгін енді осы алғашқы кітап жайлы және осы адамдар неге соншама жағы оқып жүреді, мысалға университетке бар дипломын алады, бірақ өзінің дипломымен жұмыс істемейді, жаңағы тренингтерге қатысады, бірақ өздерін таппай, нәтиже болмай жатады адамдарда. Осының негізгі себеп салдарын бір айтып кетсеңіз. Және негізі алғашқы сұрақ мынау, мен кіммін деген бір өте бір керемет сұрақ қой. Көп адам бұны өзіне де қоймайтын да шығар. Осы сұрақты өзіңізге қоюға не түрткі болды? Ал бастасақ. Енді әке, мынау тағы да өзіңіз студияға қонақ қылып шақырып отқаныңыз үлкен рахмет. Бұл енді біздің ойларымыздың дұрыс екенін көрсеткіш деп ойлаймын. Енді бұл өзімде сол жаңа айтқаныңыздай тренингке қатысып, қаншама кітаптар оқыдық. Бұрын ойлайтын едім, соларға барсам болды, үлкен жетістіктерге жетіп кетемін деп. Кейін арада уақыт өткеннен кейін өзімде және де айналада өзіңіз айтқандай қаншама адамдардың бір қырып жойып бір жетістікке жетпей жатқанын көргеннен кейін бұның себебі неде деген маған сұрақ туындады. Сөйтіп содан кейін ойлана келіп түсінгенім, адамның бұның барлығы адамның өзінің Құдай берген қабілеттерін қаншалық таппауына байланысты екенін көзім жетті. Енді содан ойланып зерттей бастағаннан кейін осы кітап жазу деген идея келді. Осы өзін тану туралы. Содан осы мына Мен кіммін деген кітапты жазып шықтым. Енді бұл кітапты мен не үшін Мен кіммін деп қойдым? Себебі бұл баяғыда бала кезімде оқыған түріктің Әзиз Несин деген сатирик жазушысы болған. Ол жерде ол кісі сатирамен келтіріп отырып, әртүрлі оқиғаларды мысал келтіріп отырып, қоғамдағы әртүрлі оқиғалар айтады. Бірақ сол жерде сол өзінің кім екенін, өзінің әртүрлі образдар қойып көреді екен да, өзінің кім екенін іздеп. Сөйтіп, ол Несин деген сөздің өзі, мынау не ғой, прототип дей ме, не дейді өзі бір жазушылар өзі қоятын сол. Өзінің аты емес, сол өзінің жаңағы несі. Псевдоним ба? Псевдоним дейді ғой сол. Сол Несин деген сөз түріктің сол сөз аударсақ кіммін деген сөз екен ғой. Несің деген сөз. Мен кіммін деген сол Әзиз мен кіммін деген сол өзінің сұрақ екен ғой, өз-өзіне қойған. Содан мен бала кезімде сол ойда қалып кеткен екен, сол үшін мен де сол осы кітап жазған кезде сол Мен кіммін деген атты қойған себебім сол кітапқа. Өзіңіз осы сұрағыңызға жауап таба алдыңыз ба енді? Иә, осы тақырыпты зерттей бастағаннан бері, бұрындарда бала кезімде де подсознательно болған екен осы сұрақтар ойымда жүрген екен. Бірақ енді ол кезде білмеймін ғой. Себебі не, басқа не деп. Енді осы тақырып зерттегеннен кейін барып, өзімнің мықты қабілеттерімді таба бастадым. Бұрынғы не үшін көптеген проблемаларға ұшырап жатқанын, айналада қоғамда қарасам осы себептерін көбісінің жауабын ала бастадым. Енді негізі мынау, Дәке, бір көрермендерге түсінікті болсыншы, мынау сіздің жалпы оқыған мамандығыңыз кім? Осы жалпы кітап жазушылыққа, бір филологияға қатысы бар мамандық па? Жоқ. Менде ондай алдыңғы интервьюде айттым, менде ондай филологияға басқаға ешқандай қатысы жоқ. Одан бөлек шындап келгенде ешқандай диплом жоқ менде. Бұл енді менің өзім жаңағы айтқандай Құдайдың берген қабілеті осы екен мен творчество жағынан.
оны мен бала кезімде де өзі білімге құмар болдым. Бала кезімде кітап жатып оқыдым ғой, кәдімгідей кеміріп тұрып оқыдым. Кәдімгідей кітапханадан шықпайтын тұғым. Сондықтан енді бұл жерде енді ешқандай оқудың қатысы жоқ. Бір осы жазушылық қабілет осы қашан оянып кетті? Осы мен кіммін деген сұрақтың жауабын тапқаннан кейін оянды ма сізде? Жазушылық қабілет ол басқа бір бизнесімдегі мәселелер қатысты. Содан кейін өзім ізденіп, бұл себептер не деп, жалпы проблемалардың деп, сол кезде пайда болды. Осындай талантымның бар екенін байқап, зерттедім ғой, зерттей бастадым ғой өзім. Зерттеу нәтижесінде? Иә, зерттеудің нәтижесінде одан кейін барып мен жаза алатынымды білдім. Мен кітап жаза алатынымды, мен мықты кәдімгідей руханияттың адамы екенімді білдім. Және де мықты аналитик екенімді түсіндім сол кезде. Енді Дәке, жалпы мынау қоғамда неге осы адамдар өздерін таппай жатады енді, өздерін танымай жатады? Мықты қабілеті бар адам басқа мамандықта жұмыс жасап жатады. Осының жалпы салдары неде? Ол адам қалай табады өзін? Соған жауап берсеңіз. Бұл сұрақты басынан бастасақ, ең біріншіден өзін тану деген не деген сұрақтан бастасақ. Жалпы не бұл өзі? Бұл енді біздің жаратушының біздің жаратқан жаратылысына байланысты нәрсе екен. Енді жаратушы бізді жаратқан кезде, мысалы қарасаңыз, табиғатты, әлем жаратқан кезде әрқайсысының өзінің бір назначениесі болады ғой. Мысалға қасқырлар, олар қатты жүгіре алады, мысалға балықтар суда жақсы жүзе алады деген сияқты, құстар ұша алады деген сияқты. Сол сияқты адамның да енді бойында бір күн көру үшін бір қабілет берілген шығар енді. Иә. Сол өзің тану деген тақырып, сол өзіңді сол Құдайдың берген қабілетіңді табу. Ал енді қасиетті Құранда да айтқан, мысалға адамдарды бір-бірін танысын деп әртүрлі етіп жараттым дейді. Көрдіңіз бе, біз бәріміз әртүрліміз, бірақ енді танысын деп отыр ғой. Сіз енді айналаңыз танығаннан кейін, танымас бұрын өзіңіз тануыңыз керек қой. Ол туралы Мәулана деген әулие кісі айтқан, ей адам, сен жаратушының ең ұлы кітабысың жаратқан. Сен өзіңді ашты оқы деген да. Қандай керемет айтылған. Ал енді тағы да қазақта сөз бар, өзің танығаның Құдайды танығаның дейді. Көрдіңіз бе, сіздің өзіңізді тану арқылы, мысалға да, жан жаққа бармай-ақ, мысалға, әлемді араламай-ақ, басқа қылмай-ақ, сіз өзіңізді тану арқылы, мысалы, сіз Құдайды танып отырсыз. Осындай бір қарасаңыз, сонда осы мысалдардан кейін сіз өзің танудың сондай бір өте бір құдіретті тақырып екенін түсінесіз да. Сондықтан енді біздің ата бабаларымызда барлықтары бұл туралы өте керемет мысалдар айтып кеткен тағы да. Мысалға қазақта сөз бар, ұлы жүзді найза беріп жауға қой дейді. Ұлы жүзді қалам беріп дауға қой дейді. Орта жүзді қалам беріп дауға қой, ұлы жүзді таяқ беріп малға қой, кіші жүзді найза беріп жауға қой дейді мысалы. Сонда қарасаңыз, сол әр ненің, даже рудың, жүздің өзінің, мысалы бір несін көрсетіп тұр ғой. Мықты қабілеті бар. Мықты қабілеттерін өзін соны қой деп тұр ғой, көрдіңіз бе? Сондықтан бұл өзін тану деген осындай өзінің сондай нелерінде мықты қабілеттерін тап деген сөз. Ал енді табиғатты қарасаңыз, мысалға, мынау шикізаттар қазір. Бүкіл шикізаттар, мысалға, Менделеевтің таблицалары қарасаңыз, әртүрлі 112 ма сондай не бар, элемент бар. Олардың барлығының бойында әрқайсысында бір қасиеттер бар. Адам баласы солардың бәрін табу арқылы, мысалы, мұнайдың қасиетін тапты, мысалы, бензин жасауға жарайды екен, мынандай пластиктер жасауға жарайды, телефондар, мысалы, барлығы сол мұнайдан шығып жатыр. Табиғатты қарасаңыз, мысалы, осындай бір керемет нелерді көресіз. Біз енді солардың бәрін тану арқылы осындай керемет заманға жетіп отырмыз. Одан бөлек енді сол, мысалға, әлемде 200 мемлекет, 200-ден астам мемлекет бар қарасаңыз. Оларда өздерінің әрқайсында қандай мүмкіндік бар, соны табу арқылы жетістікке жетіп отыр. Мысалы, Қазақстан мұнай, шикізатпен қазір байып отыр. Мысалы, Катар деген мемлекет кішкентай ғана былай қарасаң, алақандай мемлекет газ бар екенін тапты. Сол арқылы, мысалы, қазір әлемдегі ең байып кеткен мемлекет болды. Мысалы, ал енді Жапония сияқты, Сингапур сияқты мемлекеттер, оларда қазба байлығы жоқ. Жапония не істеді? Олар адамның ресурсын, мидың ресурсын пайдалану арқылы жетістікке жетіп отыр. Сингапурда сол өзінің, мысалға, географиялық орны
өте ана бір әдемі жерде орналасқан ғой бұғазда. Сол жерде орналасқан, сол жерін мысалы пайдалану арқылы мысалы қандай ол да дамыған мемлекетке айналып отыр. Сондықтан бұл енді өзінің даму деген сол өзінің мықты қабілеттерін тауып, мысалы және де мынандай мәселе не бар айтпақшы. Адам бойында барлық элементтер бар екен. Жаңағы айтып отырған 112 элемент бәрі адам бойында болады екен. Соның әрқайсысы адам бойына мінезіне әсер етеді екен. Сонда қарасаңыз әркімде мысалы біреудің бойында темір көп, біреудің бойында уран көп шығар деген сияқты да мысалға да. Сөйтіп сол әрқайсысы әсер ететін болғаннан кейін біз соның сол жерін табатын болсақ, мысалы кім қандай қасиет не жақсы. Біреулер мысалы өте энергичный болады, олар спортқа жақын болады деген сияқты. Тағы біреу творчествоға бейім, тағы біреу мысалға бизнеске бейім деген сияқты. Соған жаңағы элементтер әсер етеді екен ғой. Міне сондықтан біз сол нәрселердің бәрін түсінген кезде бізде құдірет енді бүкіл әлемді төңкеріп жіберетін, бүкіл әлемді, тек қана біз қазір күнкөрісті айтып жүрміз ғой проблемаға. Бұл кезде ананы түсінген кезде сіз бүкіл әлемді төңкеріп жіберетіндей қабілеттеріңіз табасыз. Енді оны қалай табады адам? Енді ол қалай тапқанда, мысалы біріншіден тағы да бірдеңе қоса кетейін. Өзің тану деген бұл фора. Басқа жұртқа қарағанда фора. Мысалы, менде, мысалға, қалай кітап жазып кеттіңіз деп отырсыз, мысалы, ешқандай нені оқыдыңыз деп отырсыз, мен ештеңе оқыған жоқпын. Отырдым да, мен мысалға кітап жаза салдым. Ал енді мысалға кітап жазу үшін, мысалға, жазушылықты адамдар мысалы 4 жыл оқиды университетте. Одан тағы да бір 5-6 жыл тағы да практикадан өтеді деген сияқты. Сонда қарасаңыз, енді мен олардың ешқайсысын істемей кітап жазып кете салып отырмын да. Сонда қарасаңыз, қазір сіздің де бойыңызда сондай бір фора болып тұр. Мына жерде отырған жігіттердің барлық адамда сондай фора болып тұр да, бізге солар тауып алуымыз керек. Соларды тапқан кезде жаңа айтқандай нені төңкереміз. Ал енді оны әлемді төңкереміз. Ал енді оны қалай табамыз дейтін болсақ, енді сұрақ бұл енді шындап келгенде әрине енді оңай жерде нан жоқ дегендей, ол бірден бола салатын нәрсе емес. Өйткені сіз өзіңіз тапқан кезде әлем төңкерейін деп тұрсыз. Әлемге әйгілі жаңағы Ньютон, Менделеев, өзіміздің Қаныш Сәтбаев сияқты мысалы аталарымыз сияқты. Болмаса кешегі қазір қасымызда мысалы бар өмір сүріп жатқан Димаш Құдайберген сияқты әлемді мойындататын қабілеттеріңіз енді сондай табайын деп тұрсыз ғой. Ал енді ол деген енді оңай болатын болса жұрттың бәрі сондай атақты болып кетпей ме? Ондай болса жұрттың бәрі сондайға жете салатын оңай нәрсе болса, онда мына өмірдің не мағынасы қалады? Сондықтан бұл енді мен айтарым оңай нәрсе емес. Бірақ енді оңай дегенде де мүмкін емес деген нәрсе емес. Ол мүмкін нәрсе. Талабы болған адамға, ізденісі бар адамға, әрекеті бар адамға. Енді мен өзім зерттеп түсінгенім, оның 4 жолы бар. 4 жолы бар. Ең біріншіден өзің ойларыңа қарайсың. Ой. Адамның өзінің ойы болады ғой. Ой келеді. Мысалы сізге не ой келеді? Соны қарау керек. Мен де мысалға бала кезімнен қарасам, оказывается менде мен руханиятқа жақын екенмін. Класстастармен мысалға барып төбелесіп ойнап ондайға жоқ тұғым. Мен оған намыстанатын тұғым. Олармен бүйтіп араласып жүре алмаймын деп. Мен үлкен кісілермен жақсы сөйлеседі екенмін да. Көрдіңіз бе, мен өзім ішіндегі нем жан дүнием сондайға жақын болып тұр. Кітаптар оқимын, Абай атамды оқимын, басқа мысалы сондай руханиятқа жақын екен. Сонда маған сондай ойлар келіп тұр ғой, көрдіңіз бе? Маған мысалға жаңағы көкпар туралы, мысалы стройка туралы, бокс туралы ой келмейді. Сондықтан енді бірінші сіз өзіңіз ішкі жан дүниеңіз қарайсыз. Не ойлайсыз? Қандай ой келеді? Екіншісі, қазақта сөз бар, алма алмадан алқа түспейді дейді. Қазақтың сол өзіңіз тегінге қарайсыз. Әке шешең кім, ата бабаң кім болған деген сияқты. Нағашысына тартып келіпті мынау дейді мысалға. Көрдіңіз бе? Сол тегіңізге қарайсыз. Мен мысалға енді қанша жылдан бері кәсіпте жүрмін ғой. Сол кезде мен ел жұрт айтатын тұғым. Сен ана бір бабаң, Башбай деген бабаң өте бай кісі болған екен. Соған тартқасын дейтін тұғым. Енді мына творчестволық қабілетім ашылғаннан кейін, енді айта бастады, сен тағы да бір бабаң болған деп. Сол бабаңа тартқасын, ол білімге құмар кісі болған екен деп та. Міне, сол текке қарайсыз. Енді мен өзім мысалға ойлаймын, әкеме тартқам деп. Әкем өзі өте кітапты көп оқыған кісі. Жаңағындай өлеңдер шығарады. Енді просто ашылмай қалған, арасында бір өлеңдері айтып қояды.
Сондықтан енді мен өзім сол әкеме тартқанмын. Бұл екіншісі тегін қарау. Үшіншісі, айналаң сен туралы не деп жатыр дейді. Ел жұрт өзі айтады. Халық айтса халық айтпайды деген сөз бар. Ел жұрт сен туралы айтады. Қазақта сөз бар, қазанның қайнағанына қара дейді, баланың ойнағанына қара дейді. Өзі оны бала ойнап жатқан кезден өзі белгілі. Ай, мына бала өзі бір бастық болатын бала деп ана айтады біреу. Анау енді бала болса да приказ беріп, бәрін бүйтіп жұмсап, ұйымдастырып жүреді бір балалар қарасаң. Бұл мынандай кезден ақ ол белгілі болып тұрады. Сөйтіп, айналып ел жұрт өзі айта бастайды. Мысалы, әлі күнге дейін, мысалы біз қазір мысалы жасымыз 45-ке келді. Әлі күнге дейін мысалы бір балдар бар, қарамыз класста, мысалы қатарларым арасында. О, жаңағы енді соған жұрттың бәрі звондайды. Не істейміз деп. Ол вообще бұл мысалы ауылда жүрген бала, мына жақта жүрген бала. Өйткені бұның ұйымдастырушы қабілеті бар екенін біліп тұр ғой. Мысалы мен мамам сондай. Мен мамам мысалы ағай туыстың бәрі осы бір той домалақ, бір өлім жітім, бір нелер болатын болса, бәрі мамама звондайды. Не істейміз, қалай қыламыз деп. Көрдіңіз бе? Сол енді ел жұрт өзі бүйтіп айтады екен. Сонда мамамды айтып тұр ғой енді ел жұрттың бәрі. Мына ұйымдастыра алатын, шеше алатын адам деп тұр ғой, көрдіңіз бе? Сондықтан осы үшінші жолы өзінің сол жаңағы ел жұрт не дейді, осыны қарау керек. Төртіншісі енді мамандар. Енді өзінің әр нәрсенің маманы бар. Бұл жерде мысалы осы мамандарын көру. Қазір Құдайға шүкір ол жағынан жақсы. Психологтар, мысалы, қазір профессионалдық деген мамандық шықты, мысалы, өте керемет, бәрін айтып береді. Мысалы, барасың, жаңағы тақ, өзіңе сұрақтарын қояды, тесттен өтесің, сенің мынандай қабілетің бар. Сен мынаны істе, мынаны істе деп айтып береді. Мысалы, мен өткен бір кісімен жұмыс істеп жатырмын, сол кісі бір таныс кісі бар, сол кісі айтады, осы нәрсені сол профессионалдыққа бергеннен кейін мен жұмыстағы жұмысшылармен арадағы мәселенің бәрі шешілді дейді. Өйткені бір жұмысшылар бар, мысалы 9-да келеді, 6-да ровно қайтады да, ровно келеді. Негізі солай болу керек қой жұмыс бойынша. Біреулер бар дейді, кешігіп келеді. Осын бұны оған ренжитін тұғым дейді. Неге осы кешігіп келе бересің деп. Бірақ мықты маман дейді. Кейін жаңағы не тесттен өткеннен кейін қарасам дейді, ол ондай бір адамдар болады ғой, уақытында келмейтін, не қылмайтын. Мысалы, 1000 жерден оны қинасаң да, ол иілмейтін адамдар да, ол енді өзі табиғаты солай да енді ол. Кешікпесе де нәтиже береді. Ол жұмысын істеп отқан адам. Содан кейін барып түсінгеннен кейін ол енді тіпті ол кешікпесе де, үйінде жатып істесе де, сондайға немен келіскен да. Главное нәтиже шығарып берсең болды деп. Міне, бұл жаңағы мамандарына берген арқасында. Көрдіңіз бе? Сонда бұл тек қана адам жеке өзінің ғана өз мәселесі шешіп тұрған жоқ, жұмыстың да мәселесін шешіп тұр да, бұл адам мықты қабілетін табу. Осындай бір 4 жолы бар. Менің өзім қазіргі зерттеп түсінген. Ойыңа қара, бірінші өзіңнің ойыңа қара, екінші тегіңе қара, үшінші айналаң сен туралы не деп жатыр, төртінші мамандарына көрін. Керемет. Осы төртеуіне барған кезде менің ойымша адам енді онда да енді әрине ынтасы болса, ол кезде өзінің қабілетін табады. Енді мынау мектепке келетін болсақ, мысалға мынау кішкентай кезінен баланың өз қабілеті өзі белгілі болып тұрады ғой. Мысалға Жапонияда баланың қай нәрсеге қабілеті мықты, сол сабақ бойынша тереңдетіп оқыта береді екен да, содан үлкен маман шығарады. Бізде қай жағы сәл әлсіз болып тұр, баланың математикасы сәл нашар болып жатыр дейді да, мұғалімі ата-анасына айтады, ата-анасы келеді да, оны математиканың курсына береді, ағылшын нашар болып тұр дейді да, ағылшын курсына береді, сол былайша айтқанда баланың миын ашып жатады. Осы тұрғыда жалпы мектепте қалай жұмыс жасаған дұрыс жалпы оқушымен? Енді біздің қазіргі енді мектеп жүйесін енді ол жерде енді бір білетін кісілер ұйымдастырып отыр ғой, системасын қойып отыр ғой. Енді мектепті өзгертемесақ та жалпы ата-аналарға бір сондай бір мықты мәлімет айтайын деп тұрсыз қазір. Осы ата-ана не нәрсені басты назарға қою керек осы. Сол енді қазір мектептің жүйесі туралы айтып кетейін. Сөйтіп бізде мысалы мектепте былай. Бәрі сабақты 5 алуың керек. Бәрі сабақты бірдей алып жүруің керек. Оның біреуіне нашар оқысаң, сен жер жебіреңе жетеді. Ол жерде де қазір зерттеп қарасам, ол да дұрыс емес екен. Ол жерде де мысалы бала бір-ақ нәрсеге қабілеті бар болады да. Жаңағы Бекзат Саттарханды айтатын болсақ, ол бокс. Ол бір 13 жасынан бастап боксқа қатысты. Енді басқа сабаққа енді ол несі болған жоқ қой, оның қабілеті болған жоқ қой. Мысалы, ол тек боксты қолдады, болды, соны қолдап жіберді да. Сол жерде бір тренерлер таныды, тапты, сөйтті да, соны қолдап жіберді, болды. Олимпийский чемпион болып, мысалы, 20 жасында ғана өмірден өтсе де,
қандай тарихты қалып кетті мысалы. Осындай мысалы мектептерде осындай бір кішкене бір дұрыс емес нәрселер бар, шешу керек. Мысалы бізде мектепте Тынышбаева Ләззат деген класстасым болды, енді қайтыс болып кетті маған. Мысалы сол қыз домбыраға өте мықты, домбыра қатты тартатын. Сөйтіп сол қыз мысалы 7-ші класста музыкальный сабақ берді ғой. 7-ші класста азанда мектепте оқып келеді, түсқайда музыкальный бар сабақ береді. Енді ертеңіне сабаққа келіп мектеп келеді, биологиядан сабақ сұрайды, онша білмейді. Тағы басқадан математикадан сұрайды, білмейді. Сосын апайлар оны жер-жерден жетті. Сен өзің мұғалім болып тұрып, неге мына сабақты оқымайсың деп. Енді былай қарасақ, мысалы, оған ол математика, мысалы геометриядан түкте қызықпайтын адам болса, не қажеті бар оның? Қазақта айтады ғой, сүйреп қосқан тазы түлкі алмайды дейді, оны көтен зорлық жасаудың ешқандай қажеті жоқ та. Сол қыз мысалы енді сол несі поддержка болған жоқ қой ешқандай, былай қарасақ. Сөйтіп мысалы ешқандай жетістікке жете алмай өмірден өтті. Музыканы қуалаған жоқ па сонда? Қуалаған жоқ. Енді оны мектепте де қолдаған жоқ, әке-шешесі де қолдамаған шығар мысалы. Жан-жақтың қысымының салдарынан болып тұр ғой. Енді ол жерде мен тікелей оны білмеймін, мен қасында жүрген жоқпын ғой. Бірақ мен білетінім сол жерде оған жаңағы өзінің несін ашуға қолдау болмады деп санаймын. Талантын да. Әйтпесе 7-ші класста сабақ беріп жатыр. Иә, түсқайда барып кәдімгідей неде сабақ берді. Сондықтан енді бұл жерде мектепте қазір енді айтарым, ата-аналарға не айтасыз деп отырсыз ғой мысалға. Мектепте неге айтпай қойық, ол жерде министерство бар, басқа бар енді. Ол жағын араласпай қойық. Ата-аналарға айтарым, сол өздерінің балдарының жаңағы мықты жағын табуға осы жағынан көп жұмыс істеу керек. Ол жерде мысалы Марлон Сейсенбаев ағамыздың бір керемет әңгімесі бар. Балаға 6 жасқа дейін тиіспе, ойнасының құмарынан қансын мысалы. Оған ұрыспа да, басқа да дейді. 6 жастан 12 жасқа дейін шведский стол қыл дейді. Шведский стол деген білесіз ғой. Бәрі жайылып тұрады, қалаған тамағын алып дәмін көріп кете бересің. Сөйтіп жаңағы шведский стол қыл дейді. Сол барып курстарға қатыстыр, спортқа бер, өнерге бер, домбыра тартқызып көр. Сол әртүрлі салаларға қатыстырып көр. Сол кезде оның бойында неге қабілетті бар екенін байқайсың дейді, табасың дейді. Сөйтесің де 12 жастан кейін дейді, ары қарай да тек сол саланы қолады дейді. Ал енді осы үлкен әлемдік деңгейде жеткен адамдардың барлығы сол өзінің сүйікті ісін ғана қолағанның арқасында жетістікке жеткен адамдар ғой. Сондықтан біз қазір балдарымызды солай үлкен бір тұлға болсын дейтін болсақ, осы қазірден бастап солардың қабілетін табуға күш салуымыз керек. Бұл енді өзін тапқандағы пайдасы мен зиянын да айтып отырсыз ғой. Енді осы тұрғыда өзін адам тапқан кезде бұның қандай құдіреті бар? Немесе өзін тапқан адамды, немесе таппаған адамды қалай білуге болады? Осылай айтсаңыз. Енді құдіретінен бұрын мен жаңа зиянын айтып жіберейін. Өзін таппаған адам, сізге айтайын, өте қиын жағдай болады. Себебі адам айтып отырмын ғой, өзі мықты қабілеті білмегеннен кейін не істейді ол? Ол жаңағы ананы істейді, бизнес істейді, ода жетістікке жете алмайды. Тағы бір нәрсе істейді, ода жетістікке жете алмайды. Сөйтіп өзін осы қоғамдағы, мысалға да, өзінің айналасындағы ең қор адам болып сезінеді. Ал енді айналада қазір мысалға жетістікке жетіп жатқан адамдар өзінің несін тауып жетіп жатқан адам ғой. Оларды көреді, мен ондай емеспін ғой дейді. Құдай мені неге қысты деп өз-өзіне ренжіп, одан кейін айналасына ренжиді, үкіметке ренжиді, жеп жатыр, басқа қылып жатыр деген әңгіме содан шығады. Мемлекетке зиян тиеді сөйтіп. Қылмысқа баратындар да содан мысалға. Ажырасу бізде көп деп жатқанда соның барлығы осы неден өзін танымағаннан көп үлесі бар. Зиян сол. Ал енді пайдасын айтатын болсақ, енді адам жаңа өз-өзі тапқаннан кейін ол өзінің жетістікке жете бастайды ғой. Жетістікке жете бастағаннан кейін өзіне сенімділік пайда болады. Өзін елдің алдында мысалы қор санамайды, жаңа айтқандай, мысалы сенімді болып жүреді, нәтиже бола бастайды. Ел жұрты уже мойындай бастайды мысалы. Содан кейін ол адам деген өзі уже одан сайын үлкен мақсат қоя бастайды. Үлкен мақсаттар, мысалы ғылыммен айналысса үлкен бір жаңалық ашқысы келеді.
Эйнштейн дегендер сөйткен адамдар ғой мысалға, сондай бір жаңалықтар тарихта қалған адамдар. Сөйтіп бір жаңалық аша бастайды, басқа бастайды, қоғамға көмектесе бастайды, ағайын туысына көмектесе бастайды, мемлекетке көмектесе бастайды мысалға. Жетістікке жеткен екен адамда мүмкіндік болады ғой. Сонда өзінің жаңағы бұның құдіреті сонда жетістікке жетіп, адам алдына қойған мақсатына жетеді. Сөйтіп ел жұрттың бәріне көмектесе бастайды. Бұның құдіреті сол. Енді адам жаңағы өзін тапқан таппағанын қалай біледі? Мен мысалы осы салада дұрыс келе жатырмын ба, жоқ па? Мүмкін менің басқа сала шығар деген сияқты, осыны қалай анықтаймыз? Енді ол анықтағанда жаңа нәрселерді істегеннен кейін, жаңа 4 нәрсе істегеннен кейін, уже нәтиже шыға бастайды ғой. Мен мысалға жаңа бизнесте құдайға шүкір біраз жетістікке жеттім. Енді қазір құдайға шүкір мысалы мынандай қабілетімді тапқаннан кейін, уже мен таптым деп отырмын қазір. Уже тапқанның нәтижесі мына кітаптар мысалы. Бір кітап жазудың өзі де былай айтқанда оңай нәрсе емес. Қазір заманда информацияның өзі информационный век, информация толып тұрған кезде елде жоқ кітап жазу деген ол да оңай нәрсе емес. Оған үлкен идея керек, оған кәдімгідей талап керек. Ізденіс керек. Мысалы мен өзімнің тапқанымның нәтижесі мына 4 кітап. Тағы да алда да мысалы мен қазір сізбен әңгіме отырмын, бұл да бір кітап. Тағы да 5-6 әңгіме қылайын деп отырмыз Құдай қаласа. Тақырыптар өте керемет. Зерттеу жүріп жатыр дейсіз ғой. Осы енді жаңағы өзің тапқанның нәтижесі осы деп ойлаймын. Енді мынандай нәрсе да Дәке. Сіз мысалға біраз осы кәсіп саласында жүрген кезде, өзіңіз тану барысында біраз сынақтардан өттіңіз. Жалпы зерттеулердің де нәтижесі, осы бір өзіңіз сол бір сынақ дейміз ба, бір құлдырап жатқан кезде өзіңізге сұрақ қойдыңыз. Соның нәтижесінде осы дүниелер туып отырсыз ғой. Енді адам бір белгілі бір сынақтан өтуі міндетті ма, жоқ? Бірден туыла салып өз-өзін тауып кете беру керек па? Осы нәрсе қалай қарайсыз? Енді бұл жерде мен зерттеп қарағаным, бұл енді әркім әрқалай. Әркім әрқалай. Біреулерде енді Құдай бақ берді дейміз ғой. Мысалы Месси, Роналду дегендер қарасаңыз, мынандайдан кішкентай кезден оның мықты жағын тауып, әке-шешесі айналасындағы тауып, сөйтіп сол жолға салып жіберді. Олар өзінің мықты несін етіп тауып кеткен адамдар. Ешқандай қиыншылықсыз ба? Енді қиыншылықсыз демейміз, енді Құдай біледі ғой, енді қалай нәсіп болды деген әңгіме ғой бұл жерде. Құдайдың енді қалауындағы өзі шешетін нәрсесі ғой. Ал біреулерде ол енді мысалы өте қиыншылықпен келеді. Түрлі жолдармен. Біреулер өмір таппай кетеді. Мысалы біреу іздемейді де, сол үшін таппайды. Біреу ізденсе де таппай кетеді мысалға да. Ол енді әркімде әртүрлі. 100% деген нәрсе жоқ қой, білесіз ғой енді. Бірақ енді менің айтарым, мысалы жаңағы түсінгенім, әр адам талап қылу керек. Осы нәрсені түсінгеннен кейін, қазір мысалы осы интервьюді естігеннен кейін, или мысалға әлде естімесе де талай адамдар іштей осы мен сияқты. Кезінде мысалы мен кім деген іштей өзінде подсознательно сұрақтар болуы мүмкін. Іздене беру керек. Сол іздене бергеннен кейін, жаңағы кітап оқып, басқа мысалы тренингтерге қатыссын, басқа қылсын, интернеттен қарасын. Сөйтіп, содан кейін өзі ол адам өзі несіне келген кезде, бабына келген кезде, сол кезде Алла тағала сол нәсіп ететін сияқты өзін тануды. Мынандай керемет сөз бар ғой, учитель приходит дейді, когда ученик готов дейді да мысалға да. Сен өзің дайын болған кезде барып, жаратушы мына жақтан саған адамын жібереді, себебін жіберетін шығар деп өзім ойлаймын. Мысалға бұл қазіргі интервьюда бірден бір адам, көпшілік адам бірден көре салмайды да. Бұны дәл осы сұрақты өзіне қойып жүрген, ізденіп жүрген адам ғана көреді да. Енді мынандай нәрсе мен айтпағым жаңағы. Мен бір досым бар. Бұл неге қатты қызығады екен да. Ойын ойнау ғой ше. PlayStation бар, компьютер бар. Ойнайды екен. Өзі үлкен жігіт үйленеді, бала шағалы болады. Өтті бұл үйленсе де қоймайды ғой, ойын ойнайды. Үйіндегілер ұрсады, сен ойын ойнай беріп жұмыс істесейші. Сонда әйел ұрсады. Не керек? Әйелмен ажырасып тұрады, ойынын қоймайды. Сөйтіп, кейін тағы да бір екінші әйел алады. Сөйтіп та бұл әйел туған күніне PlayStation сыйлайды ғой жаңағы. Сөйтсе оның несі, сен кетіп қалмай үйде отырып ойнашы, менің көз алдымда отырып ойнашы деп әйелі қолдау береді да. Сөйтіп бұл үйінде отырып ойнайды.
Содан қазір жаңағы жігіт мынау Қазақстанда киберспорттың басшысы, әлемді бағындырып жүр. Өткенде ғана Дубайдан, Абу-Дабиден елімізге бірінші орын алып, сол киберспорттың тренері болып шықты да жаңағы. Өзі YouTube каналы бар енді. Сонда жаңағы әйелі қолдау көрсетіп тұр ғой. Үйіндегілер қолдау көрсетпеген жаңағы. Сонда біз мысалы баламыз ойын ойнап жатса, бәрі келіп ұрсады ғой бірден. Сонда жаңағы ойнап жатқан баланың өзі нәтиже шығарып тұр да. Дұрыс қой, керемет мысал ғой. Ол енді жаңағы айналада адамдарға мысалға біз соған несін подходын жасауымыз керек те. Жаңағы бала шағамыз болсын, басқа болсын. Сіздің мына сөзіңізге мысалыңызға мен тағы бір мысал айтайын. Мен бір таныс кісілер бар, аға еті кісілер. Сол кісілердің біреуінің жаңағы балдары өте жақсы білімде да, мықты оқиды, екеуі де, екі баласы бар. Сөйтіп олимпиадаларға барып қанша жетістікке жетіп жатыр. Сонымен екіншісі інісі сөйтіп балдарына қарайды ол. Балдарына қарайды, білімге құмарлық жоқ та олардың. Сөйтіп айтады да, сендер білімге құмарлық жоқ екен, сендер спортқа бейімдерің бар екен дейді. Сөйтіп спортқа беріп жібереді. Сөйтіп баласы жаңағы әлем чемпионы болды, турнирден турнир, қаншама жетістіктерге жетті да мысалы. Енді қарасаңыз, енді қандай керемет мысал да. Біз енді көп адамдар не істейді? Ана пәленшенің баласыларын қарашы, қандай оқып жатыр. Керемет. Сендер не оқымайсыңдар деп ана жерде жер жебіріне жетер еді. Бұл оны түсінді, ондай қабілет жоқ екен. Барды, содан мына жақта так не қабілеті бар деді, спортқа беріп жіберді. Өзінің қызығып тұрған. Иә, соны байқады да мін беріп жіберді. Көрдіңіз бе? Міне. Осындай да бұл адамның бұл ондай мысалдар көп. Мына бізде Қатын көпірде бір не бар екен, жігіт бар екен. Сонда жаңағы жігіт жұмысы не? Жұмысы мына машинаның коробкасы гүлдейді ғой. Сол кезде жаңағы бұл соны жаңағы қанша уақытқа жарайды? Қазір ауыстыру керек па, или тағы бір жыл жүруге жарай ма? Соны біліп береді екен да. Сонда барасың жаңағы, ана жерде жүреді ол. Барып бір жерде отырып, не жасамайды, сол жерде жүреді. Пәленше қаяқтайсың, қазір келеді дейді. Барасың, болды дейді. Бұрын 5.000 теңге тұғын. 5.000 теңге төлейсің. Барып көшені бір айналып келеді. Болды. Сөйтіп бір қарайды, сен мынандай уақытқа жарайды, или қазір ауыстырасың деп айтады, болды. Машина тамырын ұстап көреді екен де. Иә. Сондай. Ал енді мен бір танысым, тағы да әйелі врач болып кетті ғой. Әйел врач болып кетті. Ол вообще даже мынау жаңағы бүйректің қаяқта екенін білмейді екен. Мына органдардың оқымаған. Вообще оқымаған. Қалай врач? Сөйтіп өз бір жаңағыдай бір себеп болған, бір сондай бір сабақ қатысқан. Сөйтіп содан жаңағы несі ашылып, кәдімгідей жаңағы енді бетіңе қарап отырып, ай сенің мынау асқазаның мынадай жер екен, ауырады екен, или болмаса жүрегің бүйтіп тұр. Енді қазір сол кісі бір-ақ жыл болды осы, сондай не жолға түскені. Көз көрмейтін адамды көрсетіп жіберген ғой. Тілі шықпай жүрген баланың тілін шығарып жіберген. Ешқандай оқу тауыспаған да. Білмейді дейді. Бастаған кезде енді қазір білетін шығар енді. Қабілет ашылып кетті. Білмейді, бүйректің қаяқта, бауырдың қаяқта екенін білмейді дейді. Не деген құдірет. Бұл деген сұмдық нәрсе ғой бұл. Өзің тану деген. Ал енді қазір мысалы сол қарасаңыз, врачтар қанша жыл оқиды соны. Қанша жыл оқиды. Мысалы, сөйтіп отырып ондайға жете алмай жатыр. Ол рентген, МРТ-ға түсіресің, басқа соның өзіне диагноз дұрыс қоймай жатқан врачтар көп та. А мынау ештеңе оқымай отырып, бірден несі ашылды да, бір енді. Ол да енді бірден дегенде біз енді бірден деп айта салып отырмыз, оның артында талай тағдыр тұр ғой енді. Талай нәрсені өтіп жеткен шығар енді ол. Сөйтіп мысалы ашылып кетті. Міне осындай құдірет қой бұл. Ондай мысалы көп адам өзінің ондай несін ашып, осындай жетістікке жетіп жатқан адамдар өте көп. Енді мынау сандардың жалпы әсері қандай? Осы қазір нумерология, суцай дегендер шығып кетті ғой. Осы сан қаншалықты адам бойындағы қабілеттерді анықтап береді? Иә, оларға да мен хабарым бар олардың. Суцай, нумерология дегендерде. Енді ол мен дұрыс емес деп айтпай қойын. Әркім енді өзі барып көреді ғой. Бірақ енді ішінде кейбір дұрыс айтып жатқан жерлер де бар. Өзімде мысалға сол өзім туралы қабілеттерімде жалпы жұмысымдағы адамдардың қабілеттері қалай деген сияқты негізі дұрыс айтқан жерлер болды. Енді бұрыс айтқан жерлер де болды. Оны керегіңді алып, керегімен тастау керек. Жоқ, адамды айналаң тану деген деп сұрақ қойыпсыз да. Осыны қандай түсіндіріп жіберіңізші? Енді жаңа айтып отырмын ғой, енді өзің танығаннан кейін енді сен жан-жаққа қарай бастайсың.
уже бала шағаңа қарай бастайсың, мысалы бұлар кімдер деп, жұмысындағыларды зерттей бастайсың. Бұл бірінші өзіңді танығаннан кейін барып па? Иә, өзіңді танығаннан кейін жан жағын зерттей бастайсың. Уже сен маман бола бастайсың ғой. Уже өзіңді танығаннан кейін былайша басқаларды тани бастайсың деген әңгіме. Өзің ашылады ғой. Сөйтіп қарайсың, мысалға адамдар бір қарағанда уже байқай бастайсың. Мынау кім өзі деп. Мінез құлқына қарап. Мінез құлқы. Енді осыны сұрақты қалай айтып білеміз осыған? Енді бұл да енді үлкен ғылым ғой. Бұл өте үлкен ғылым. Айтып отырған. Бұл жерде енді жаңа айтқандай бірден ол ондай деңгейге жете қою қиын. Сен тек қана зерттеу керек. Зерттегеннен кейін барып сіз адамдарды жаңағы байқай бастайсыз. Мен енді бір-екі мысалдар келтірейін енді айналаны тану туралы. Жалпы мысалға мына ертегі аңыздар бар ғой. Ертегі аңыздарда көптеген нелер мысалдар бар. Баяғыда мына Жаман би деген, Аяз би дегенді тарихтан білеміз ғой. Иә. Сонда жаңағы оқиғасы былай ғой. Патша уәзірлеріне тапсырма береді, адамның жаманын, шөптің жаманын, құстың жаманын тауып әкеліңдер деп. Сөйтіп уәзірлер арыз бер іздеп бір адам табады ғой. Сөйтіп қараса киімі жыртық бірдеңе. Сөйтіп енді жаңағы құсы бар, жаңағы шөбі бар, алып келеді. Оны бірақ жаңағы жолда ана кісі ауыстырып тастайды. Сөйтіп жаңағы ханға келгеннен кейін хан көреді де айтады, енді адам жаман тауыпсыңдар шынымен дейді. Жыртық енді нашар, жағдайы нашар адам көрініп тұр ғой. Сонымен барып неге асханаға барып нан мен сүт беріңдер деп сол алдымен жуындырып шайнап әкеліңдер деп жібереді. Содан кейін енді реттеп болғаннан кейін келеді. Сөйтіп енді оқиғаның басынан аяғын айтпай ақ қояйын, үлкен осылаймен интернетте бар ғой, Аяз би десең шығады. Сөйтіп бұл кісі жаңағы шөптің жаманын дәлдеп береді, құстың жаманын дәлдеп береді. Жаңағы уәзірлер басқа нәрсені апарған кезде бұл ауыстырып жіберген, өзінікі дұрыс екен. Одан бір кезде отырып, сол енді хан тұрып айтады ғой, енді сен мықты екенсің ғой сен деп та. Сен енді менің мықты нем бар, атым бар, соны тұлпарым бар, соны сынап берші дейді. Сөйтіп онда жаңағы несін айтып береді мықты. Мықты ат емес, оның сиырға шатысы бар екенін айтып береді. Одан бір тасын айтып береді, тастың қасиетін айтып береді. Онда сөйтіп келіп енді жаңағы келіп енді хан айтады ғой, мен өзімді сынап берші дейді. Мен қанша адамнан бері хан екенмін деп. Сонда жаңағы Аяз би айтқан екен, сен ешқандай ата болған хандық жоқ, сен өзің ғана осы басың ғана хан дейді. Сонда хан тұрып ашуланып, сен не деп тұрсың, мен 7 адаммен бірге жатқан ханмын ғой деп. Сөйтіп кейін шешесін шақыртады ғой. Сөйтсе шешесі жаңағы кейін мойындайды ғой. Кейін жаңағы бұл туып жатқан кезде ауыстырып жіберген екен, бір наубайшының баласын ауыстырып жіберген. Өйткені оның алдында ханда ұл болмаған деп. Сол себептен енді бұл да өлетін, ұл тумаған әйелдердің бәрін өлтіріп тастай берген екен ғой. Сонда амал жоқ, шыбын жан керек. Сөйтіп жаңағы наубайшының баласын ауыстырып жібереді ғой. Соны жаңағы бәрін сол мына жаманың сен біліп тұр екен дейді ғой. Содан хан деген енді шок болады, енді ол енді 7 адам беріп жатқан ханның қалай деп. Сөйтіп сонымен енді сен қалай білдің деген кезде, міне жаңағы адам тану деген нәрсені айтады. Сен қалай таның деген кезде айтады ғой. Сіз дейді, мен бағана келген кезде дейді, барып тамақ ішіп жуындырып әкел деген кезде сіз негізі хандардың айтатын жал-жаясын айтпай, барып анау дейді, нан беріңдер деп айттыңыз дейді. Сіз наубайшының баласы екеніңізді көрсеттіңіз дейді ғой. Көрдіңіз бе? Осындай керемет нелер бар да, мысалдар. Кезінде оқыдық, енді ол кезде мән бермегенбіз ғой. Енді зерттеп жатқан есіме түсіп жатыр. Мінекей осындай адамның қасиеттері болады өзі, адам өзі айтып отырады өзі. Адам өзі айтып отырады, соны байқап отырасыз. Мен өткенде бір жігіт келді, бір совет тұрады осы бизнес туралы біраз сөйлескеннен кейін айттым, енді сен бизнестің адам емессің ғой дедім да. Вообще бизнес туралы айтпай жатсың ғой деймін да. Басқа нәрсе айтып кетіп жатыр да жаңағы. Өзің қызығатын нәрсесін айтып кетіп жатыр. Сен сол саланы істесе деп жатырмын да. Сол сияқты бұл айналаңды уже байқай бастайсың. Айтқандай балдарың болсын, мысалға жан-жануарларың болсын, істеп жатқан тірлігің болсын, коллективің болсын, бәрін уже байқай бастайсың. Өзіңіз тапқаннан кейін уже айналада жақсы көріне бастайды ғой. Көзің ашылады ғой, көзің ашылады. Көкірек көзі ашылады. Енді мынау жүрегіңді тыңда деген жалпы сөз бар ғой. Иә. Осы адам жүрегін қалай тыңдайды өзі?
соны айтыңызшы. Сен сол біздің жаңа айтып отқан әңгімеге тура келетін сияқты ғой. Жүрегің тыңда деген душа что поет деген әңгіме ғой енді. Душа что поет. Енді анау мен көп жаңағы тренингтерге барған кезде өзіміз де жүрдік қой енді. Сол кезде жаңағы жүрегіңді тыңдаңдар деп не істейді. Сол кезде көп адам анау өзінің істеп жүрген жұмысын тастап тәуекелге барып, кейіннен бар естіп жатам, жаңағы банкрот болып жатады, қарызда кіріп кетеді. Жаңағы бір өз-өзіне қол жұмсайын деп қалғанда жандарды да естіп қалғам да. Сол кезде мысалға ана кісілер дұрыс айтпады ма дейін десең, олар дұрыс айтып тұр. Сонда адам неге адасып кетеді? Енді ол жерде жаңағы әңгіме ғой. Ол тренингтерде мынандай екі мәселе бар деп ойлаймын. Біреулер тек ақша алып, сол жерде келген адамнан ақшасын алса болды. Ол ана жақтан, ол адамдардың өмірбаянынан, басқадан мысалдар келтіріп, газды беріп жібереді ғой. Жаңағы кәсіп бастау оңай, басқа деген сияқты. Оның мақсаты ол адамды өсіру емес, ол өзінің жаңағы анадан ақшасын алса болды. Кейін бәле жауып, сен ананы істемедің деп құтыла салады. Екінші мәселе бар. Ол тренерлердің өзі бұл жерді біліп тұрған жоқ. Өзінің айтып отқан дұрыс емес екен, түбірі басқа жақта екен. Ол жаңағы заман талабы дейміз ғой, мысалға қазір кәсіп істеу мода болып кетті. Бір кездерде таможник болу мода болды, гаишник болу мода болып жұрттың бәрі соған неге кетті. Жаңағы оқуға юриспруденцияға түсіп кетті мысалға. Сан жаңағы енді тренерлерге айтарым, олар өздері де оны біліп отқан жоқ та, өздерінің дұрыс емес екенін. Ол жерде бірінші адамды қарау керек. Бизнеске қасиеті, қабілеті бар ма, жоқ па? Бір адамдар болады, өз бизнес бастаса болды, жүріп кете береді. Ол қабілеті сол. Сондай адамдарға ғана оны айту керек та. Оны мына жақта қарапайым халық білмейді, келеді да, жаңағы айтқанмен, мен бизнес істей алады екенмін. Ана кім Билл Гейтс сөйткен, Стив Джобс бүйткен дейді деген сияқты қылады да, бастап кетеді. Содан кейін көп ұзамай маңдай тасқа тиіп, қарыз, содан кейін жаңағы мен бизнес істемедім деп өз-өзін жерге тығады, оны айналасындағы жерге тығады, отбасында жерге тығады, басқасы жерге тығады. Сөйтіп бұл адамдар мысалы көбісі жаңағы қарызға кіріп, арақ ішіп кетіп, басқа қылып өмірде пұшайман жеп жүретін себеп содан. Мен айтар едім, сен бизнес туралы тренингке бармас бұрын, мысалға сондай бастамас бұрын жалпы, алдымен өзің қабілетін тап. Егер де қабілетің жоқ па, оны қинама. Мен бизнес істеймін деп. Өзің жаңағы өнердің адамысың ба, соны ғана жаңағы сол салаға кет, болды. Қажет жоқ басқа. Ол арқылы байи ала ма, байи алмай ма? Байиды ғой адам, неге байи алмайды? Адам мысалы не Месси жаңағы кімдер мысалы, или болмаса жаңағы ғылымда жүрген адамдар мысалы, не жағдай жағын ба? Кеше ана кім деген жігіт бар, Анатолий деген жігіт бар ғой, бір штангист қазір. Әлемді шулатып жатыр ғой. Ой, денесі кішкентай бір қарасаң, қанша нені көтеріп, мысалы қанша штангисттердің бәрін аузын аштырып кетіп жатыр. Ол мысалы сол қазір жағдай мықты ғой. Жағдай мықты, бірақ енді ол маркетингті қосып жақсы не жасап жатыр да, өзінің несін әдемі екі бір үйлестірді. Тек қана өзін танысам болды, жақсы болады деген сөз жоқ. Ол жерде енді өмірде ақшада қаражат та керек. Маркетинг деген нәрсені де қаражатты да игеру керек. Ал енді өзін тапқанмен өмірде көп адамдар жетістікке жете алмай жүрген сол қаражаттың кесірінен. Қаражаттың кесірінен мысалы отбасын бағамай басқа жүргендер көп. Енді мынау өзін таныған адамдардың ішінде бұл енді қоғамға зиян тиіп жатқан адамдар да көп. Тарихта ондай адамдар мысалы Гитлер, сондай адамдар. Анау Мұса пайғамбар алейхиссалам кезіндегі перғауым бар ғой, сол кісілер. Бұл енді адам өзінің мықты жағын тапқаннан кейін адам деген елден ерекше басып нелер тірліктер істейді ғой. Ел жұрт мойындайды. Сол кезде бұл өте қауіпті жағы. Адамда мен бәрін біледі екенмін, Құдай мені сүйеді екен, мен бір ерекше адаммын деген сияқты сондайлардың ойлар келе бастайды екен. Сөйтіп ол жаңағы өзінің мықты жағын, енді адам деген енді періште мен ібілістің ортасында жаратылыспыз ғой енді. Жақсы жақпен ниет жақсы болса жақсы жаққа кетуге болады, ниет нашар болса нашар жаққа кетуге болады. Сөйтіп сол өзінің мықты жақтарын тапқан арқасында қоғамға зиян тиіп жатқан адамдар өте көп.
жаңағы Гитлер сияқты адамдар, сондай халықты қырып қаншама нәрселер істеген, мынау қылмыс жолында жүрген адамдар бар мысалға. Бұлар да мысалға оңай адамдар емес, мықты адамдар. Мысалы ұрылар, мысалға олардың қолдары карманщиктер, қолдары епті болады деген сияқты, мысалы соны тауып, бірақ қоғамға зиянды нәрсе істеп жатқан адамдар да бар. Сондықтан енді ертең оның да сұрауы болады ғой, судың сұрауы бар дейді. Құдай тағаланың сол берген қабілеттерін ертең мен ойлаймын ақыретте сұрайтын шығар деп. Сондықтан мен осы өзім тапқан адамдарға айтар едім, адам баласына пайдалы болу нәрсені істесе екен деп. Бір кісі айтты, Данияр дейді, өте ғұлама кісі, діни ғұлама кісі. Ең үлкен құлшылық адам баласына пайдалы болу дейді. Мынау адам өзін таныған кезде сол адам баласына пайдалы болуға әрекет жасау керек. Сол кезде барып ол Құдайдың сүйікті пендесі болады, бола алады деп ойлаймын. Бірінші кезекте адамзат баласына пайдалы болу, одан кейін барып жаңағы қабілетті анықтау ғой. Жоқ, өзің қабілетіңді анықтағаннан кейін барып, содан кейін адам баласына пайдалы болды, оны естен шығармау керек. Кейбіреулер адам баласына пайдасыз қабілеттерін анықтап алады деп тұрсыз ғой енді. Сондай анықтап отыр. Дұрыс айтады. Ұрылардың негізі бар ғой, жұмысы өте ауыр. Өйткені бұлардың жаңағы бір нәрсені ұрлау үшін қаншама іздеуден, зерттеуден, плансызудан тұрады ғой. Одаренный адамдар ғой олар да. Қазір мынау алаяқтардың барлығы мысалға сондай деңгейге жеткен, олар да ол оңай адамдар емес. Ондай нәрсені істеу үшін қазір адамдардың былай айтқанда көзі ашық қазір, көкірек ояу деген сияқты. Соның өзінде де жаңағы қалдаңдағы ақшаны қағып кету үшін біраз нәрсе ұйымдастыру керек қой. Сондықтан Құдай бұндайдан сақтасын деп тілер едім де. Өте керемет, дұрыс айтасыз. Қалдаки қазір енді жасанды интеллект деген пайда болды ғой қазір. Осының адамдарға қаншалықты қандай пайда келтіріп жатыр, қандай зиян келтіріп жатыр, осы тұрғыда айтсаңыз. Дәке, бұл өте дұрыс, өте жақсы сұрақ. Қазір енді действительно интернет дамып жатқалы көптеген адамдарды уже сокращение болып жатыр. Қазір колл-центр дегенде, мысалға, мынау Каспий приложениелер шыққалы, мысалға, нелер, бұрынғы авиакасса дегендер, билет сататындар қазір бәрі жабылып қалды. Сондықтан енді қазір жасанды интеллект дамып жатыр. Келешекте 90% адам жұмыссыз қалуы мүмкін деген прогноздар бар. Роботтар дамып жатыр мысалға. Қытайда мен естідім, бір компания, телефон шығаратын ба компания, 100 мың адамды ма, өте көп адам жұмыстан шығарып жіберді. Оның орнына келіп, робот қоя салған да. Сол сияқты мынау жасанды интеллектте енді келешекте, мысалы, мынау юристер, бухгалтерлер, мұғалімдер, солардың несінің орнын алмастырады деген әңгіме болып жатыр. Енді айтатын болса, ол бар салаға қатысты деп ойлаймын. Міне сол кезде мен өзім ойымша тек қана одаренный адамдар ғана өзінің жұмысын істей алады деп ойлаймын. Табыс тауып. Қалған халықты енді мен оны білмеймін, енді қалай болатынын. Өйткені мысалы қазір кассада, магазинде, супермаркетте кассирлер жұмыстан қысқартып отыр, білесіз, мына жақтан пиқ-пиқ етіп өзі несін төлеп кете беретін болып жатыр, мысалы, уже басталып жатыр. Осы сияқты жаңағы айтып отқан колл-центрде де солай. Робот жауап береді. Робот жауап береді. Қазір робот жауап беріп отыр. Келешекте ол адам кәдімгі жаңағы искусственный интеллект өзі кәдімгі сөйлесіп жауабын бере беретін болайын деп тұр. Мысалы, ол деген сөз ол жерде де қанша адам жұмыссыз қалады. Сокращение болады деген сөз. Мен енді бір қара аспанды төндіріп жатқан ештеңем жоқ. Бірақ қазір айтылған нәрсе келіп қалып отыр ғой. Бұл енді өте жақын уақытта келіп қалуы мүмкін. Кеше бір искусственный интеллектпен айналысатын бір жігіт айтады. Қазір әлемдегі дамыған мемлекеттер сол таласып жатыр екен. Осыдан үлкен бір проекттерге. Енді сол кім бірінші үлгереді, сол әлем билейді екен. Бұл енді ана кезіндегі атом бомбасын жасауға таласып жарысқан сияқты нәрсе ғой. Сол кезде ол кездегі искусственный интеллекттер қазіргілер мысалы тек қана справочник ретінде ғой, сұрақ берген сұрағына ғана жауап береді. Ол кезде олар дамымаған соншалықты сіз мысалға бір жаңалық аш деп айтасыз. Кәдімгідей. Мынандай маған нәрсе керек деп. Сол кезде ана өз ойлап таба алады екен да. Сондай деңгейге кетеді екен. Бұл деген сөз уже ол адамнан асып түсу мүмкін болып жатыр да олар. Искусственный интеллект. Сондықтан менің айтарым осындай бір өткен қиын заман келіп жатқан болуы мүмкін. Уже сондай әңгімелер болып жатыр. Осындай кезде өзінің тек қана осы қабілетің арқылы ғана күн көре алатын боласың. Басқа жол жоқ.
осы нәрсені халық қазір білу керек, түсіну керек деп ойлаймын. Шұғыл түрде өзін кім екенін тануға кірісу керек қой. Өте қазір актуальный, өте маңызды тақырып бұл. Өте тез арада уже қолға алатын, бұл тек қана әр адам емес, біз бағана айтып жатқандай мектептерге де, кәсіпкерлер қолда, мемлекетте қолға алу керек осы нәрсе. Тіпті кітапты да шығара береді ғой жасанды интеллект. Бәрін шығара береді ғой, болды ғой. Жаңа неше түрлі дәрілерді де ойлап таба береді. Иә. Әлі адам ойлап таппаған. Мен кеше оны өзі ойланып көрдім, мен жазып жатқан кітаптарымды олар жазып болмас па екен деп. Ондай болса неменеге әуре болып отырмын деп. Бұл да енді үлкен еңбек қой, қанша сағаттап, былай айтқанда маңдай терлеп жұмыс істеп жазылып жатқан кітаптар. Бірақ көзім жеткен нәрсе ол менің жазғаным жазамайды екен. Осыған көзім жетті. Өйткені мен жазып жатқан кітаптарым, мен айтып жатқан. Енді сіздегі тағдыр жоқ ода. Дәл осы менің немді жазамайды екен. Ойланып. Содан кейін мен уже көңілім тынышталды. Еңбек еш кетпеу керек қой енді. Сол жағынан. Осындай мәселе. Қазір өте маңызды мәселе, осыны халық тез түсіну керек. Өзінің несін тапқан? Өзінің қабілетін тапқан, бірақ жаңағы қаражат жағынан не жоқ та, қабілет жоқ. Сол мәселеде қалай болады? Ол жерде сіз өзіңіз енді қаражат жағынан хабарыңыз бар ма? Мысалға, өзіңіз епті болуыңыз керек. Ол жағында игеру керек, зерттеу керек, сұрау керек. Қаржылық сауаттылықты дейсіз? Қаржылық сауат обязательно керек, міндетті түрде. Ал егер жоқ, өзіңізде қабілет жоқ па, білетін адамды жұмысқа алу керек. Мен осы жағында шымшық сөзде де қазақ ұстайсың деген дейді. Сол жағын сөйтші деп. Мысалға. Сол кезде ол адам жетістікке жетеді. Онсыз болмайды, қаражатсыз ешқашан адам қай заманда болмасын, қанша ол адамдардың өзі білесіз, мысалы өмірде жаңағы спонсор таппай, спонсор іздеп өмір бақи. Сөйтіп ақырында алдағы мақсатына жете алмай сөйтіп кеткен адамдар көп. Енді мына миссия тақырыбына келетін болсақ, жалпы адам өзінің миссиясын қалай анықтайды? Бұл жерде сол адам өз мықты қабілетін тапқаннан кейін уже адам алдына мақсат қоя бастайды. Ол істерге мақсат қоя бастайды. Барлық ол адамдарды қарасақ, айтып отырмын ғой, өзі мықты жағын тапты. Одан кейін не дейді, орыстарда сөз бар ғой. Аппетит приходит во время еды дейді ғой. Опа дейді, одан кейін келеді уже үлкен мақсаттар қоя бастайды. Тағы да уже бір жетістікке жеткенге тағы да үлкен мақсат қоя бастайды. Мысалға, бірінші айналаңды бір мойындата бастайсың, алдында мақсатың сол болуы мүмкін. Сөйтіп жүресің, бір кезде мойындата жаңа жетіп мойындатқаннан кейін бір күн қарайсың, уже одан сайын ол неге келеді, идея келеді. Опа дейсің, елді мойындатасың мысалы. Сөйтіп жүріп бір күні келесің, тағы да одан сайын жаңа жетістікке жетіп жатқаннан кейін әлемді мойындататын идеялар келе бастайды. Енді мынау мақсат қою деп жатсыз ғой. Мынау негізі мақсат көп адамның негізгі мынау жетістікке жетпей жүргендегі салдары, мынау мақсаттары дұрыс болмағандығында деп білемін өзімше. Осы мақсат қоюдың бір тәртібі бар ма, бір ережесі бар ма? Немесе адам қалай мақсат қою керек? Мақсатты енді бірден үлкен нені қоюға болмайды, қажет жоқ. Үлкен деңгейде әлем төңкерем деген сияқты. Бірінші өзің шамаңдағы қолынан келетін, мысалы, өзің қаражатың, деңгейің, тәжірибеңе қарап қою керек. Одан кейін ол жетістікке жеткеннен кейін барып, ары қарай келесі мақсат қоясың. Мысалы, мына Роналду, Мессилер қарасаңыз, әңгімелерді тыңдасаңыз, енді 5 рет, 8 рет золотой мячты алған ғой енді, лучший футболист болып. Сонда не істейді олар? Әңгімелерді тыңдасаң айтады, мен басында 1 рет те алу мақсатым болмаған дейді. Сөйтіп 1 рет нені алады, одан кейін уже келеді, енді 2-ші рет алуым керек деген мақсат қояды. Көрдіңіз бе? Өстіп үлкен өз деңгейіңе қарап, уақытыңа қарап, жасыңа қарап, сөйтіп келеді мақсат. Қабілет таппасаң, ол өзің қабілет тау деген одаренный болдың деген сөз ғой. Ол кезде сен одаренныйлардың ішіне түсесің, мықтылардың ішіне түсесің, лучший из лучших. Сол кезде солардың ішіне жарысып жүріп, одан сайын үлкен мақсаттар қоя бастайсың. Керемет. Қоразыңды оят деген мына жерде бір керемет тақырып тұр екен да. Осыны бір тарқатып кетіңізші, ол не ол қоразыңды оят деген? Иә. Бұл енді әңгіме мынадан шыққан. Намаз қылған кісі болады, ерте кезде. Таң намаз ұйықтап қала береді. Тұрайын дейді, тұра алмайды күнде. Содан жаңағы бір имамнан сұрайды ғой, қалай тұрамын десе, сен қораз сатып алсай дейді. Енді ол кездің будильник қораздар ғой.
сөйтсе жаңағы ертеңгі тағы да қораз әкеліп не қылса бәрі қоразға айқайлағаны оянбайды. Соның біраз күннен кейін тағы да барып сұрайды ғой. Өз оянамай тағы не істеймін десе сонда айтады. Сенің ол қораз сені оята алмайды дейді. Ішіңдегі қораз оянбағаннан кейін дейді. Адамның ішіндегі қораз ояну керек. Ол жаңа сіз әдемі қозғалыңыз, тура осы тақырыпқа тура келетін нәрсе. Мынау енді жалқаулық деген нәрсе бар ғой. Жалқаулық. Бәрі мысалы жалқаулық ұстап жүр ғой көп адам. Негізі жалқаулық деген нәрсені күресудің қажеті жоқ. Көп адам жеңе алмай жүр да қазір. Ол адам өз қызығатын нәрсені тапқан кезде өзімен өзі кетеді. Ол деген өзі ұйқы қашады. Мысалы мен мына кітап жазған кезде айтайын. Енді осы кәсіпте қанша жыл жүрдім, талай ұйықтамай жүріп жұмыс істеген кездер болды ғой. Бірақ енді мына кітап жазған кездегідей болған емес. Міне 6 айда кітап қолыма тиді бастағаннан бастап. Соны мен сізге айтайын. 3 ай дейін, 3 ай. Тоқтамайды. Күні 2 сағат, 3 сағат ұйықтадым. 4-те ұйықтаймын. Будильник 6-ға қойып қоямын. 6-ға 10 минут қалған кезде тұрып кете беремін, солдаттар сияқты. Жаңа қоразым оянып тұр ғой. Көрдіңіз бе? Сондықтан қазір енді көп адамның жаңағы жалқау болып жүргені, өзі бір езіліп жүргені, сол өзінің қызығатын нәрсе таппағаны. Қораздары оянбай жүр ғой şimdi. Керемет. Мына жерде қаншама ізденістен қаншама сондай қораз оянып кеткеннен кейінгі жазылған кітап, құрметті достар, мына мен кіммін деген міндетті түрде оқып шығу керек. Енді керемет әңгіме болды. Дәке, өте қуаныштымын. Жалпы қоғамдағы қазіргі бір ең өзекті мәселені қозғадыңыз, сол туралы кітап жаздыңыз. Бұл алғашқы кітабыңыз. Енді Құдай қаласа осы кітапты оқып өзімізді таба жатамыз бұйырса. Ал құрметті достар, мінекей қалып кеткен әңгіме жоқ па? Мен бір қорытынды айтып жіберейін. Енді мен осы тақырып зерттей бастап, мына жерде де біраз жазылды. Тағы да енді арнайы бір кітап жазып жатырмын. Егер де бұл кітап жазылатын болса, шыққан кезде, осы адам өзін тапқан кезде, бұл қоғам жөнделеді. Қоғам қазір қазақ деген ел жөнделеді. Қазақ елінің ішінен әлемдік деңгейде тұлғалар шығады. Мысалы біз еврейлерді айтамыз, мысалы, ерекше халық. Мен айтар едім, ол ерекше халық емес. Олар просто осындай нәрсені жолға қойған. Балдардың осындай мықты қабілетін табу системасын жолға қойған халық. Ғылым ба ғылым, спорт па спорт. Соны кім қандай қабілеті бар екен жолға қойған арқасында солар әлемдік сондай мықты халық болып отыр деп санаймын. Сондықтан біз Құдай қаласа осы нәрсені қолға алатын болсақ, қазақ халқы, Құдай қаласа бір 5-10 жылдың ішінде әлемде талай тұлғалар шығатынына көзім жетеді. Ол үшін бірінші әрқайсымыз өзіміз тануымыз керек. Екінші айналамыз, отбасымызға ықпал жасауымыз керек. Бала шағамыз, ағайын туыс, соларға ықпал жасауымыз керек. Үшінші кәсіпкерлер. Кәсіпкерлер көп нәрсеге спонсор болып отыр. Бәйге, көкпар, енді дұрыс болғанда не жоқ, дау жоқ. Бірақ мен айтар едім, кәсіпкерлер осы мынау қазір профилантолог, профориентолог. Сол баланың қабілетін, адамның қабілетін танып беретін не бар, сондай тест бар. Соған спонсор болу керек. Әр мектепке профориентологтарды көбейту керек қой. Әр мектепке сол жаңағы жіберіп, мысалы мектеппен келісіп, мысалы мен осындай содан ақшасын төлеймін, сендер мынаны жаңағы балдарды несін жағдай жасаңдар деп. Қабілетін анықтауға. Сол кезде сол одан кейін мемлекет қолдау керек. Мемлекетті осы жағын. Сол кезде біздің қазақ халқы жаңа айтқанымдай әлемді мойындататын шынымен де үлкен держава болатыны көзім жетеді. Керемет. Толыққанды келісемін сізбен, Дәке. Ал құрметті достар, мінекей тұлға арнасында біздің тұлғамыз Данияр Беркінбай мырза, мінекей осы кітабын алып таныссаңыздар болады. Өзіңізді таппай жүрсеңіздер, немесе айналаңыздағы жандардың өзін табуына ықпал еткілеріңіз келсе, мен кіммін деген кітап міндетті түрде оқып шығыңыздар. Ал олай болса барлығымыз бірінші кезекте өзімізді табайық, одан кейін қоғамды өзгертеміз. Бірінші өзіңді өзгерт, одан кейін қоғамды өзгертеміз дегендегідей. Жақсы қарай өзгерістер жасап жүре берейік. Дәке, Құдай қаласа сіздердің тағы да келесі кітаптарыңызды талқылап, тағы да келесі бағдарламада күтеміз. Зерттеуіңіз өте керемет, тың дүние екен. Өз-өзімді іздеп жүрген адам есебінде өзіме мықты-мықты ақпараттарды алдым. Ал баршаңызға тілеймін ашық аспан, сіздермен жайнақ дастан.
ал көп көп рахмет.